Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Казонимус арнасы. Бүгінгі видеода мен сіздерге Уроки гармонии фильміндағы Асланның және Уроки гармонии фильмінің өзінің ащы, қорқынышты, сіздер білмеген шындықтары жайында айтатын боламын. Бұл фильмдегі шайтани белгілер мен символдарды және Асланның негізгі мінез-құлқы мен оның кім екенін, фильмнің ащы шындықтарын, тағы да басқа қорқынышты іс-әрекеттерді ешкім байқамады. Ал оның барлығын білу үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Достар, видео басталмастан бұрын менің Казонимус деген арнама өтіңіздер. Өткеннен кейін менің арнама тап боласыздар. Сол жерде төбесінде каналы деген жерді тауып кіріңіздер. Менің екінші арнам шығады. Подписаться деген қызыл кнопканы басып қойыңыздаршы, өтініш. Себебі менің осы каналым сатылған соң сол каналда видео түсіретін боламын, және Нарутоның ащы шындығының 3-ші бөлімінде сол арнада шығатын болады. Аслан жуынып болған соң айнаға қарап, қолдарын көтеріп, белгісіз бір қимылдарды жасайды. Ол қимылдарды Аслан фильмде бірнеше рет жасайды. Бұл не іс-қимыл екенін сіз де түсінбеген боларсыз. Бұл іс-қимыл сатанизммен байланысты бір іс-қимыл болуы әбден мүмкін, себебі Асланның өзі сатанист. Оны мына кадрда байқауымызға болады. Аслан борбен шайтани белгіні, яғни шеңбер мен төртбұрыштың ішіндегі үшбұрышты сызады. Бұл сайтани символ болып табылады. Және Асланның тарақандарды қинауы, өзін-өзін эмоциясы сезініп жүруі, және қаншерліктерге адам өлтіруге өте оңай жолмен баруын осы кесірден анықтауымызға болады. Ол Буланы өлтірген соң өзін-өзін ақтап шығу үшін өзі істеген пышақпен түрмеде өзінің мойнына сол пышақты тығып, Мирсайынды кінәлі қылып шығарады. Асланның бұндай қу әрі ақылды болуының себебі фильмде сатанист кейіпкер болып көрсетілгеннің себебінен деп ойлаймын. Ол түрмеде өзінің мойнына пышақ тығады және Мирсайын жақындаған кезде Мирсайынның басын жарып өлтіріп тастайды. Сосын ол полицейлерге Мирсайын менің мойныма пышақ тықпақшы болды, ал мен қорғану үшін оның басын жардым деп ақталып бостандыққа шығады. Аслан ауруханада жатып, сосын бостандыққа шығады және барған жерлердің барлығында өзі өлтірген екі баланы, яғни Мирсайын мен Буланы көре бастайды. Егер сіз фильмді толығымен көріп шыққан болсаңыз, онда Асланның психологиялық тұрғыдан жағдайы дұрыс емес екенін байқаған боларсыз. Яғни ол фильм бойы психологиялық жағдайы дұрыс емес болып жүрген, және фильмнің соңғы жағында адам өлтіргеннен кейін де оның психологиясына әсер тие бастайды. Фильмнің соңғы жағында Аслан көлдің бергі жағында отырған кезде, көлдің ар жағынан Мирсайын мен Була оны шақырады. Ол екеуі Асланға бері кел, қорықпа деп айтады. Көлдің үстімен жүріп өт дейді. Аслан оларға бармақшы болып орнынан тұрады. Орнынан тұрған кезде көлдің бетінде шауып кетіп бара жатқан қойды байқайды. Осымен фильм бітеді. Бұл дегеніміз Аслан Мирсайын мен Булаға барамын деп көлдің үстімен жүрмекші болып сол жерде өліп кетті дегенді білдіреді. Осымен достар, видеомыз соңына да келіп қалды. Видео ұнаған болса лайк басып, подписаться деген қызыл кнопканы басып, жанынан шыққан қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Казонимус арнасы. Келесі кездескенше сау болыңыздар, аман жүріңіздер.